Армысыздар қадірменді ТТК Қыркүйек арнасының көрермендері. Бұл әдеттегідей сенбілік, ашық әңгіме. Бүгінгі біздің қонағымыз Батыс Қазақстан облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі басшысының бірінші орынбасары Нұрдәулет Самет. Нұрдәулет Ілиясұлы, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Бағдарламамыздың аты айтып тұрғандай, ашық әңгіме. Бұл жерде келген қонағымыз әрбір сұраққа ашығын жауап береді. Сіз ашық әңгімеге дайынсыз ба? Әрине. Ендеше әңгімеміздің алқиссасын өзіңіздің туып өскен жеріңізден бастасақ, қай елдің ұрпағысыз? Мен өзім 1987 жылы туылғам, оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында. Жанұямда 6 адамбыз, әке-шешем, 2 ағам және де апам. Өзім мен кенжесі болып табыламын. Сол өмір бақи Шымкент қаласында тұрғанбыз. Оның алдында әке-шешелерім Қазығұрт ауданында тұрған, Ленинский деген елді мекенде. Бірақ түбіміз негізі, мен түбім негізі Тараз, Жамбыл облысынан, Ойық деген ауылдан. Шамасы 20-шы жылдары сол ата-бабаларымыз Шымкент аймағында көшіп барған сол кезде. Енді сіздің салаңыз енді құқық қорғау органына жатады, кез келген баладан сұрасақ, кішкентай кезінде кім боламын десең, полиция қызметкері боламын, ғарышкер боламын дейді, көбінің айтатыны. Осы салаға қалай келдіңіз сіз? Жалпы бұл салаға енді кішкентай кезінде 4-ші, 5-ші сыныпта оқыған кезде мен жан жолдас балам болатын, оның әкесі салық полициясында жұмыс істеген. Сол салық полициясы мен құлағыма ілініп, ол кісі өте түрі де сымбатты, былай бойы да биік кісі, маған күшті көрінетін тұғын сол кісінің өзін. Жалпы тәрбиесі де өте мәдениетті кісі болатын тұғын, сондықтан сол салық полициясы ойында қалған. Бірақ дегенмен уақыт өте келе біресе медицинаға не болам, оташы болам деп ойладым. Сосын аяғында әкем шешті қай жаққа баратынымды. Ол 2005 жылы мен қаржы полициясы академиясына оқуға түсірді. Мен өз біліммен тест тапсырып, сол жерге түстік. Ол жерде 4 жыл казармалық режимде тұрдық. Барлығымыз курсанттар болып. Жалпы ол жерде мемлекетпен қамтамасыз етіледі барлығы. Оқу да болсын, тұруымыз болсын, жаңағындай тамақтануымыз да. 4 жыл оқып бітірдім. Ол жерде жалпы өте жақсы деп айтамын, бірақ жақсы бағаға бітірдім. Менің барлық бағаларымнан көбісі 5 болды. Енді баяғы бұрынғы есеппен айтатын болсақ 5 болды, көбісі оның бір 4-5 болды. Одан кейін бірдестен жаңағындай магистратурасына түстім сол оқу орнына. Ол жер біріншісінде құқық қорғау, сосын бакалавр, сосын заңтану бойынша магистратурасын бітірдім. Ары қарай оқуды бітіргеннен кейін жұмысқа кірістім. Кіріскеннен кейін ол кезде магистратурада жүрген кезде бірақ ойластырдым болашақпен түсіп кетемін деп. 2011 жылы сөйтіп стипендия алып, 2011 жылы оқуға бардым. Ұлыбританияда, Лондон қаласында Queen Mary University of London деген мемлекеттік басқару маманы бойынша тағы да 2-ші магистратураны бітірдім сол жерде. Сөйтіп оны сәтті бітіріп, жұмысқа кірісіп кеттім. 2013 жылы жұмысқа кіріп. Осы салада? Осы салада қаржы полициясына қайтып кіріп, содан кейін ары қарай осы уақытқа дейін жұмыс істеп келе жатырмын. Өзіңіз былтыр ғана келдіңіз Жайық өңіріне. Қазір үйрендіңіз бе? Әрине, үйренеміз. Себебі бәріміз қазақ, бәріміз қазақстандықтар болып табыламыз. Себебі мен өзімнің мүмкін ашықтығым арқасында өзімнің бір әрдайым азаматтардың ішкі сезімдерін сезіне отырып сөйлесуге мен тырысамын. Себебі олармен қарым-қатынас құру керек. Себебі мен бұл жерге өте жауапты қызметке келдім. Мен үшін ол өте маңызды болды. Әрім сол үшін кездескен адаммен әрқашан мейірімділік көрсетіп, сыйластық көрсетіп мен әңгімелесемін. Ол бар. Екінші жағы Батыс Қазақстан облысы өңіріндегі маған ең қатты ұнайтыны осы жердегі қазақшылық. Себебі бастапқыда бізде оқу орнында оқыған кезде Оралдан келген жаңағындай курсанттар көбінесе орыс тілінде сөйлесетін. Сол кезде мен қалыптасып кетті, орысша көп қатты дамып кеткен екен деп. Содан кейін келгеннен кейін ойым қайта теріс өзгерді. Шынында да бұл жерде
қазақ тіліне өте көп мән береді. Сондықтан мынау Астана қаласында жұмыс істеген кезде бізде енді қызметке байланысты көбінесе мынау орысша оймен сөйлеп жүрдік сол кезде Нұр-Сұлтан қаласында. Содан кейін келіп мен қазақ тілім кішкене дәрежесі кішкене түскені деп ойлап қалдым, шын айтсам, осы жердегі азаматтардың қазақша сөйлегеніне қарап. Бірақ одан кейін тез қазақ тілімді дамытып, қайтып өзім деңгейіме қайтып алдым. Себебі өзімнің мектепте болсын, жоғары оқу орнында болсын, мен әрқашан қазақ класста және қазақ группаларда оқитын тұғым. Бұл жердің ортасы сізге ұнады? Ортасы ұнады, өте қатты, табиғаты ұнады. Енді Нұрдәулет мырза, бізге келген қонағымыздың қай қонағымыз келсе де сол саланың біздер сол салада әңгіме өріп өтеміз. Енді ашық әңгіменің негізгі бағытына көшейік. Сіздің салаңыз енді сыбайлас жемқорлыққа байланысты ғой. Осы салада шынымен де ашықтықты айтайықшы. Мынау бүгінгі таңда елімізде болып жатқан мынау пандемия, коронавирус, осы төңіректе қазынадан бөлінген қаржыны жеп жатқандар бар ма бүгінгі таңда? Әрине бар. Кеше ғана бізде агенттіктің алқа мәжілісі өтті. Алқа мәжілісінде бұқаралық ақпарат құралдарының қатысуымен төраға өзі айтты. Азаматтардың көтеріп жатқан мәселесі, яғни мынау пандемиядағы болып жатқан келелі мәселелердің барлығына себеп болатын, оның барлығы жемқорлық деп айтты. Және де осы туралы азаматтардың айтып жатқан шағымдары әділ деп айтты төраға. Мен оның сөзімен толығымен келісем. Себебі шынында да осы бағытта жүріп жатқан шұғыл іздестіру тергеу жұмыстарының тәжірибесіне қарап тұрсаңыз, қазіргі таңда өте қылмыстық істер тіркеліп жатыр. Мысал үшін біздің облыста жоқ, бірақ басқа өңірлерде тіркеліп жатыр. Мысал үшін қателеспесем, Алматы облысында бір лауазымды тұлға сатып алынған мынау қолдан ауа беру аппараттарын өте жоғары бағамен сатып алған. Оның жымқыру дерегі бойынша қазіргі таңда тергеу жұмыстары жүргізілуде. Мынау енді өңіріміздегі дәрі-дәрмектердің бағасының негізсіз өсуін сіздер қадағалап жатсыздар ма? Кім қадағалап жатыр? Бұл мәселені біз елбасы сонымен қатар мемлекет басшысы тапсырма берді барлық құқық органдарына осы мәселеге жол бермеу туралы. Сондықтан біздің шұғыл іздестіру бөлімшелерде, біздің превенция бағытында жұмыс істеп жүрген бөлімшелерде осы бағытта қазір қарқынды жұмыс істеп жатырмыз. Қадағаланып жатыр ма, қадағаланды ма? Қазіргі таңда қарасаңыз, жаңағыдай 2 апта бұрын, 1 апта бұрын болған ахуал сәл бәсеңдеді. Себебі оған өте көп себептер бар. Себебі ол үкімет деңгейінде, мемлекет басшысы деңгейінде бұл мәселе көтерілді және де өте көп әкімшілік шаралар қабылданды. Ең бірінші, мынау шетелден әкеліп жатқан дәрілерге мынау әкімшілік кедергілерді болдырмауға бағытталған шаралар қабылданды. Олардың тез тіркелінуі, оларға тез сертификаттар берілу тездетілді. Ол бір. Екінші, мынау жергілікті аймақтарда барлық жерде мынау қоғам өкілдерінің қатысуымен мониторинг топтар құрылды. Соның салдарынан осы жұмысының нәтижесінде біз дәріханалардың басшыларына теріс емес, бірақ оң әсер еттік. Себебі біздің аяқ астына келіп олардан баға сұрағанымыз өзі оларға қатты әсер етті. Себебі жаңағыдай аяқ астына болғаннан кейін олар жаңағыдай өздерінің сатып жатқан дәрі-дәрмектердің бағаларын дұрыстап отырды. Нұрдәулет мырза, айтамыз, сыбайлас жемқорлық, құқық бұзушылықтың ең көбін жергілікті атқарушы органдардың шенеуніктері жасайды дейді. Неліктен бұл? Неліктен? Себебі барлық мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаражат, оны осы жергілікті көбісін, 80%-ын осы жергілікті атқарушы органдар әкімшілік жасайды. Осы бюджет қаражаттарына олар бойынша мемлекет сатып алу жүргізеді. Сіздер білесіз, өзіңіз мемлекет сатып алу саласы ең жемқорлыққа бейім салалардың бірі. Жаңағыдай алтын көрсе періште де таяды деген, жолдан таяды деген сөз бар ғой. Сонда ақша көп жерде жемқорлық та көп, сондықтан бұл шынымен болып жатқан нәрсе. Осы неліктен парақорлық тоқтамай тұр? Енді
жасырынып ақпарат жасырынып та жатамыз кейбіреуін, бірақ енді қазір әлеуметтік желінің дамыған заманы ғой, бәрібір әлеуметтік желіге шығып жатыр ол ақпараттың барлығы. Бұл енді қазіргі әлеуметтік желіде шығып жатқан ақпарат ең біріншіден мемлекеттің, үкіметтің, мемлекеттік органдардың ашықтығын білдіреді. Біздегі ауруын жасырған арам өледі деген сол. Сондықтан мемлекеттік біз өзіміз біздің анықтап жатқан барлық фактілерді біз бұқаралық ақпарат құралдарына шығарамыз. Себебі әр азамат білу керек, мемлекет тарапынан қандай шаралар қабылданып жатыр, қандай сол фактілерге ары қарай оларға оны бақылап отырса да болады азаматтар. Қазіргі таңда мысалы үшін қылмыстық істердің әр түпкілікті шешім қабылданған сайын біздің мемлекеттік орган, агенттік әрқашан баспасөз мәслихатын жүргізеді, брифингтер сол кезде айтып береді. Сонымен қатар қабылданып жатқан сот шешімдер барлығы жариялы түрде жоғары соттың ресми сайтында барлығы орналастырылған. Мүмкін жемқорлықтың тоқтамай тұрғаны заңға бір қатаңдату енгізілу керек шығар. Әрине. 2014-2015 жылдан бері осы бағытта біраз заңнамалық өзгерістер енгізілді. Ең бірінші заңнамалық өзгерістердің бірі ол жемқорлық жасаған лауазымды тұлғалар өмір бақи мемлекеттік қызметте жұмыс жасамау туралы жаңағыдай жазасы. Ол да халықаралық тәжірибеге сәйкес енгізілген. Сонымен қатар оларды түрмеге отырғызбай, оларға айыппұл түрінде жаза тағайындау, ол да бір жаңашылдық болды 2015 жылы 14-тен бері. Себебі оларды түрмеде ұстап, оларға тамақтарына ақша бөлгенше, оларға жаңа көрпе төсектеріне ақша бөлгенше, қайта олардың ақшасын мемлекеттің пайдасына, жаңа халықтың пайдасына бағыттау мәселесі қарастырылып, сондай заңнамалық жаңашылдар енгізілген болады. Қазір біз тағы да одан әрі жетілдіруге бет бұрдық. Агенттік тарапынан өте көп шаралар атқарылып жатыр. Халықаралық мамандардың, халықаралық ұйымдардың ұсынымдарына сәйкес біз енді, мысалы үшін, білесіз, қылмыстың 4 дәрежесі бар, 5 дәрежесі бар. Ең ауыры оның өте ауыр қылмыс деп аталады. Ол жерде жаңағындай залал келтірген залалдың сомасы өте үлкен болуы керек. Сол үшін егер де пара сомасы аса ірі болса, ол өте ауыр қылмыс болып саналады. Сондықтан оларға қатысты еселік айыппұл салмау туралы ұсыныс енгізілді. Енді жемқорлықтың көп былыққа батқан жер әкімшілік, жаңағы полиция айналасында ғой. Онымен қатар қазір ұлттық бірыңғай тестілеу дейміз, білім саласында. Сол жерде бір дау шығып жатыр. Бөлінген қаржылар жоқ, ұлттық жалпы ұбт төңірегінде. Осыған неге жол береміз біздер? Ең ұрманы білім жағын қадағаламаймыз ба сонда? Біздің агенттіктің қылмыстық құқық статистикасына қарайтын болсақ, білім саласында да жасалып жатқан жаңағындай жемқорлық қылмыстар шын айтсам өте көп. 2017, 2018, 2019 алатын болсақ та, ол мәселе үкімет деңгейінде көтерілді, айтылды, төраға да біраз тапсырма берді, ұсыныс жасады. Жалпы білесіздер, 2019-да қателеспесем, сол ұбт-ның жаңағындай орталық мекемесінде оның басшысы жаңағындай қателеспесем пара немесе жымқыру фактісі бойынша сотталды. Одан кейін қазір таңда ол жерде менің бұрынғы әріптесім, біздің агенттікте жұмыс істеген Дидар деген кісі қазір соған басшылық етіп жатыр. Мен байқауымша, олар қазір таңда жұмыстары мүлдем ауысты, ашық. Себебі қазір таңда барлық жүргізіліп жатқан ұлттық бірыңғай тестілеу кезеңдерінде біз сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет болып, және де қоғам өкілдерін бірігіп сол жерге барып қадағалау жасаймыз. Себебі оқып жатқан, оқуға түсем деген студенттер алған білімін әділ түрде бағалану керек олардың білімдері. Және де академиялық тазалық деген нәрсе бар, термин. Ол өте маңызды нәрсе, және де ол тікелей жемқорлықпен байланысы бар. Егер де студент қазір таңнан бастап академиялық тазалықты сақтамаса, онда ертең жұмысқа барғаннан кейін оның парасаттылығы туралы біз күмәніміз туады. Ол менің өзімнің жеке ойым. Енді шынын айтайық,
қазір Бұқараның полицияға деген сенімдері азайып бара жатыр. Оған бір дәлел күні кеше мына өзіңіздің қызметкерлеріңіздің мынау әлеуметтік желіге шықты. Полиция көлігін қуып бара жатқаны. Иә. Осындайлардың кесірінен мысалы халықтың сенімі азайып бара жатыр. Сол кісілер алдында болған оқиға қалай болды? Жазасын алды ма? Жалпы биылға біздің департаментпен шамадан 40-45 қылмыстық іс тіркелді. Мына полиция қызметкерлеріне қатысты. Бүгінгі таңға 9 патрульдік полиция қызметкерлері сотталды. Ол жерде жүйелі түрде пара алу деректері тіркелген болатындығын. Біздің халықаралық деңгейдегі, облыстық деңгейдегі жолдарда, мысалы үшін әкімшілік құқық бұзушылық жасаған жүргізушілерден пара алып отырды. Және де мынау жүргізушілерге де қатысты пара беру дерегі бойынша тіркеліп, олар да сотталып жатыр қазіргі таңда. Дегенмен кеше күні бұрын бізде қазір қылмыстық іс бар. Аталған қылмыстық іс бойынша тіркелгеннен кейін жаңағындай полиция қызметкерін пара алу дерегімен әшкерелеу барысында біздің тергеуші жаңағындай өзінің жеке көлігімен артынан қуалап, мынау қызметтік қажеттілікке байланысты, себебі оның жолын кесу керек болды, оны ұстау керек болды. Ол видео әлеуметтік желіге таралып, үлкен шу шығарды ол жерде. Өте үлкен шу шығарды, бірақ дегенмен біздің жүргізушінің, тергеушінің әрекеті заңды болып танылды. Бастапқыда полиция департаменті біздің жүргізушіге қатысты, тергеушіге қатысты әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттама толтырып, оның жаңағындай жол жүру ережесін бұзған фактісі бойынша. Одан кейін аталған хаттама материалдары сотқа барып, қалалық әкімшілік арнайы сотымен қаралып, жаңағындай іс қысқартылды. Яғни біздің тергеушіміздің әрекеттері заңды болып танылды. Бір сұхбатыңызда жазған екенсіз, Батыс Қазақстан облысының сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі өткен жылы 138 қылмыс тіркеген деп. Олардың жартысына жуығы парақорлық депсіз. 138 деген бұл... 138 қылмыс, енді біздің қылмыстық құқықтық заңнамамызға сәйкес қылмыстық істі тіркеу үшін бізде азаматтың шағымы негіз болуы мүмкін. Сонымен қатар бұқаралық ақпарат құралдарындағы мәліметтер болуы мүмкін, сосын шұғыл іздестіру шараларының нәтижелері де болуы мүмкін. Негіз бола алады. Егер де азамат өзінің шағымында жеткілікті түрде қылмыс туралы жеткілікті түрде мәлімет енгізіп жазатын болса, және де ол туралы дәлелді ақпарат ұсынатын болса, онда аталған арыздар бойынша қылмыстық істер тіркеледі. Бұл өз кезегінде мынау қылмыстық істердің тіркелу статистикасына жаңағындай әсер етті, жаңағындай өсуіне. Бірақ дегенмен бұл мәселе біздің шұғыл іздестіру, сонымен қатар департаменттің қарқынды жұмыс істегені туралы айқындайды. Мысал үшін жаңағындай мен бастапқыда айтып кеткендей, жемқорлық фактісі бойынша жүйелі түрде пара алу деректері полиция қызметкерлеріне қатысты тіркелді. Ол сол бір батальонның қызметкеріне қатысты. Себебі олар күнделікті шығып, олардың солай күнделікті пара алып жатқандары тіркеліп отырды. Ол шамасы жаңағыдай мен айтып кеттім, 40-45 дерек анықталған болатын. Одан бөлек тағы да басқа да полиция департаменті қызметкерлеріне қатысты тіркелген қылмыстық істер бар. Жаңағындай біреуге қаруды алып жүру үшін, жаңағындай рұқсаттама беру үшін, сол азаматтан соны тездету үшін азаматтан пара алу деректері бар. Процесс дейміз ғой, іс жүргізіліп жатады полиция қызметкерлері. Олардың үстінен сіздер тексере аласыздар ма? Өйткені біздің арнаға мынандай шағым түсті. 2 айдың көлемі болды ғой деймін. Сіз келеді дегеннен кейін барып сұраңызшы деп айтып жатыр да. 2 айдың көлемі болды. Машинасын ұрлап кеткен көлігін. Сол көлікті енді арна түсірді. Одан кейін де қоңырау шалса ешқандай нәтиже жоқ дейді. Яғни іс жүріп жатыр дейді, бірақ ешқандай нәтиже жоқ дейді. Осы жүріп жатқан істі сіздер тексере аласыздар ма? Біз жалпы тағы да айтып кету керек, Қазақстан Республикасының прокуратура туралы заңына сәйкес сотқа дейінгі тергеуге қадағалауды тек қана прокуратура органдары жүзеге асырады.
жалпы мына қылмыстық іс бойынша егерде тергеуші процесстік нормаларды бұзып, жаңағыдай оның жан-жақтылығын, объективтілігін толықтығын қамтамасыз етпей, оны созбалаңдыққа тартып жатса, онда бұны прокуратура органдары қадағалайды. Ал егер бұл азаматта жаңағыдай тергеушінің, полиция қызметкерінің әдейі біреуден пара алып, оны әдейі созбалаңдап жүрген туралы мәліметі болса, онда біз қараймыз. Сол кезде шағымданып, жаңа шағым бойынша процессуалдық шешім қабылданады. Өзіңіздің жеке пікіріңізді білейінші, коррупциясыз үкімет құруға бола ма? Бүгінгі таңға коррупцияны жойған бірде-бір мемлекет жоқ. Мына дүние жүзінде, бірақ максималды түрде жоя білген елдер бар, ол Сингапур деп айтуға болады. Жаңағыдай басқа да мынау Азия мемлекеттері бар, сосын Данияны айтуға болады. Қазіргі таңда Transparency International ұйымының мәліметінше Дания мемлекетінде бір коррупция деңгейі өте төмен. Олар жоқ деп айтпайды, бірақ өте төмен деп айтады. Оны жоюға сұрағыңыз түсінген бойынша жоюға бола ма деген сұрақ қой. Жоюға болады әрине. Ол бойынша біз енді жас мемлекетпіз. Енді тәуелсіздігіміздің құрғалы бері 30 жылдан асып келе жатыр. Басқа мемлекеттер осыны індетті оның деңгейін түсірген, ол мемлекеттердің тарихы өте мол. Біздің мынау мемлекеттік аппаратымыз одан әрі жетілдіру керек ол үшін. Бізде жаңағындай поколение ауысу керек. Одан кейін мынау азаматтардың парасаттылығына қатысты, мәдениеттілігіне қатысты өте көп, мынау білім министрлігі тарапынан өте көп шаралар жүргізілу керек. Мәдениет министрлігі тарапынан өте көп жұмыс жүргізілу керек. Сосын егерде біздің азаматтар барлығы мәдениет деңгейі өте жоғары болған кезде, сол кезде қоғамдық бақылау күшейеді. Қоғамдық бақылау, яғни орысша айтқанда общественное порицание деген бар. Бұл өте ең ауыр жазалардың бірі деп айтуға болады. Себебі қазаққа бізде ұят қой. Ұят деген нәрсе бізге қазаққа өте ауыр тиеді. Сондықтан егерде қоғамдық бақылау мынау күшейсе, сол кезде мына жемқорлыққа өте күшті тосқауыл бола алады. Өзіміздің сыбайлас жемқорлыққа, Қазақстандағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясында жазылып кеткен. Біз мынау қоғамды осы жұмысқа барынша жұмылдыру керекпіз. Сондықтан қазіргі таңда білесіздер, біздің департамент осы бағытта, мысалы үшін қазір мынау облыстағы ең алдыңғы қатарлы блогерлермен, мынау қоғам өкілдерімен біз өзара іс-қимыл жасауға тырысамыз. Арнайы мониторинг топ бар. Мен өзім өте ашықпын. Маған кез келген уақытта, мынау телефоныма кез келген уақытта өзім жеке директке жазып, оларға бәріне жауап беремін. Ұсыныстарын тыңдаймын. Мынау оған тағы бір дәлел, мынау біздің департаменттің алдында ашылған антикор орталығы бар емес пе? Ол біз үшін емес, ол қоғам үшін ашылды. Себебі ол жерге кірген кезде, ол жердегі дизайнның өзі мынау ашық тұрғыда жасалған. Ақ түсті, мынау азаматтар баласымен келетін болса, балалары мынау кішкентай мынау бұрышта ойнай алады, оларға арнайы бұрыш жасалған. Осы туралы нақты толығырақ ақпарат беріп кетіңізші. Сіздерге арыз шағым түсіремін дейтін халық болса, нақты қай жерге бару керек? Нақты егерде арыз жазам деп те ерініп жатқан азаматтар да бар. Мүмкін көзі көрмеген азаматтар да бар. Олар 1424 нөміріне звондап телефон қоңырау шалады. Оны 24 сағат бойы қоңырауларын қабылдап, ол бойынша қағаз толтырылады, бүкіл мәліметтер жазылады. Сосын жергілікті аймақтарға шешім қабылдау үшін беріледі. Соның бақылаумен кез келген. Әлеуметтік желілерде байланыс бар ғой. Иә, әлеуметтік желілерде байланыс бар. Әлеуметтік желілердегі байланыс, ол жердегі ақпараттар егерде қылмыс деп айтуға тұрарлық посттар болатын болса, онда олардың барлығы біз қараймыз, оларды біз қабылдаймыз, және де олар бойынша шешім қабылдау керек. Нұрдәулет мырза, енді хабарымызды тамамдай келе, өзіңізге тағы да алғыс білдіре отырып, біздің қойылған барлық сұрақтарымызға нақты өзіңіздің пікіріңізді айттыңыз. Жайық жұртшылығына өзіңіздің өмірбаяныңызды таныстырдық. Енді хабарымыздың соңында ТДК 42 телеарнасына деген ашық әңгіме бағдарламасына деген айтар ойыңыз, тілегіңіз болса. Енді бірінші рет шақырып отырғаннан кейін бұл ашық әңгіменің бұдан бұрын теледидарда көріп отырдым. Бірақ жаңағыдай осы жерге келіп сіз маған айттыңыз, өзіңізді емін еркін
телефоныңызды қоя салсаңыз да болады деген сияқты өзіңіздің жеке пікіріңізді айтыңыз дегенде мен оңынан қарадым, себебі өте жақсы нәрсе. Бұл маған өзімнің ойымды айтуға мүмкіндік берді. Себебі барлық қандай платформаларда болсын, мен мысалы үшін жұмыстың бағыты, жұмыста қандай сандар бәрін соларды бір бағытпен айтуға тырысам, бірақ өзім ойым пікірімді көбінесе көп сұрай бермейді. Осылай ой пікір бөлісуге мен әрқашан дайынмын. Сіздерге рахмет сол үшін. Өте тиімді және де пайдалы бір бағдарлама болады деп ойлаймын. Сізге де келгеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Міне, құрметті телекөрермендер, бүгінгі хабарымыз осымен тамам. Келесі хабарымызда жүздескенше аман сау болайық.